Ассалаумағалейкум достар, мен Мұхаммед. Мен бүгін сіздерге мынандай артты қалай жазу керектігін үйретемін. Ал біз видеомызға кеттік. Әрине бастамай тұрып, лайктарыңызды әрине басып кетейік. Лайк, подписаться, комментарий деген міндетті түрде жазып кетейік. Мен көбісіңізді көремін, лайк басасыздар, бірақ комментарий жазбайды екенсіздер. Сол үшін әрине коммент жазып кетейік, өтініш. Арнамда тек 5 подписчик, подписчикті көбейтіп жіберейік. Қазақ көп пе екен, әлде қырғыз көп пе екен? Арнаны хотя бы 100-ге көтеріп жіберейік. Ал мен сіздерге кеттік. Сіздерге сенемін. Ал біз кеттік. Ол үшін мені мынақта тұрғанда дағдай қылып жазып аласыздар. Сол кезде мені мынандай болып шығады. Егер көрмесеңіздер, пауза қойып алсаңыздар болады. Ол үшін міне мынандай нова скин деген 2 түрі бар. Біріншісіне кіреміз. Бұл әрине Майнкрафттан. Міне, сол кезде осындай болып шығады сіздерде. Осында пайда болатын болады. Тек кішкене күтеміз. Мен қосылғанды күтемін. Ал міне сіздерге осындай пайда болатын төбесінде. Астына қарай тұрған кезде мындайлар пайда болады. Сол кезде сіздердің скиндеріңізді қойып, қайсысы сізге ұнайды, соны басасыздар. Мысалы мен мына таңдайын. Мынаған әрине мында өздеріңіз қалаған скиндерге ауыстырып, қатты кешірім сұраймын. Мен сөзі кәсілер көрсем. Мені осылай басасыздар. Өзде онда select деген тұрады, оны баспайсыздар. Наяқтағы өзіңізді player name мындайды басасыздар. Міне көрсетіп тұрғанындай. Осын басасыздар. Кене арнаға тіркеліп кетейік. Бұл өзі фото біздің фотоға жібереді. Міне, сол кезде сіздер Майнкрафтқа қолданатын мынандай скиндеріңіз бар емес па? Соған қосасыздар. Мысалы мен мынаған қосамын скиніме. Готов дегенді басамыз. Сол кезде готов. Міне сол кезде осындай болып шығатын болады. Ана екіншісін ауыстырғаныңыз келсе, екінші flowers дегенді басасыздар. Сол кезде екінші flowerге next дегенді басасыздар. Next деген асқан кезде мынандай ауысады. Сол кезде онда shows skin сөйтіп ауыстырасыздар. Тіркеліп лайк басып кетейік, коммент жазып кетейік. Ал сау болыңыз.